Қайырлы күн жақсылық. Емтиханға дайындықты ары қарай жалғастырамыз. Бұл биылғы жылдың нақты келген нұсқасы, яғни сәуір айында шетелге шығатын оқушылардың алдын ала тапсырып кеткен нұсқасы. Сондықтан бастан аяқ көріп шығыңыздар. Және де бірнеше оқушылар жазып қойып, қоғамдық гуманитарлық бағытты талдаңызшы деп. Енді осы нұсқаға белсенді болсаңыздар, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарийға шығару керек есептердің жауаптарын жазып қойсаңыздар, ертең шығарып қоюға тырысамын қоғамдық гуманитарлық бағытты. Сондықтан белсенді болыңыздар. Келе жатқан емтихандарыңызға сәттілік. Бірінші бөлімге кезек береміз. Бірінші сұрақ теңдеуді шешіңіз дейді. Бірдей негізге келтіреміз. Екеуінде үштің дәрежесі түрінде жазып аламыз. 81 деп отқанда 1 бөлінген 81 ол 3-тің -4 дәрежесі. Мынау 3 пен 3 жойылып кетеді. Сонда сіздерде дәрежелерін ғана қалдырамыз. 5х тең болады -4, -1 ол -5. Сонда x-тің жауабы бізде -1-ге тең болады екен. В жауабы. Екінші сұраққа қараймыз. Мына өрнектің мәнін табыңыздар. А 16-ға тең болғанда. Бірінші ықшамда боламыз. Тең болады деп жазып қояйын. 16 дегеніміз ол 2-нің 4 дәрежесі. Оның 4-тен 3 дәрежесімен жақшаны ашып жаза берейін. Көбейтілген А-ның -3-тен 2 дәрежесінің 4-тен 3 дәрежесі. Енді мұны екеуі қысқарады. 2-нің 3 дәрежесі қалады. Жақшаны ашатын болсаңыздар, екеуі бір-біріне көбейтіліп кетеді. 3 пен 3 қысқарады. Мынау екеуі қысқарады. Сонда А-ның -2-ден 1 дәрежесі қалады. -2-ден 1 дәреже деген сөз 2-нің 3 дәрежесі 8-ге тең. Түбір астында А деген сөз минусы болғандықтан оны бөліміне жазасыздар. Енді А-ның мәні ол 16-ға тең дейді. Орнына 16-ны әкеп қоямыз. А-ның орнына түбір астында 16 деп. 8-ді түбірден шығаратын болсаңыздар 16-ны ол 4-ке тең болады. Сонда жауабы бізде 2-ге тең болады екен. Арк косинус минус түбір астында 3 бөлінген 2 дейді. Енді еске сақтап аламыз. Арк котангенс, арк косинуста пи азайтылған деп жазатынбыз да. Ол бұрыш. Пи азайтылған түбір асты 3 бөлінген 2 косинуста бізде 60 градус, пи бөлінген 3. Так, түбір асты 3 бөлінген да. Бізде ол 30 градуста ғой деймін, косинус. Так, арк косинус бізде 30 градуста, ол пи бөлінген 6. Сонда ортақ бөлімге келтіреміз. 6 пидан пиді азайтатын болсаңыздар, 5 пи бөлінген 6 деген жауабы дұрыс болады екен. Мынау ұмтылғандағы мәнін табыңыздар дейді. Шектің мәнін. Шек x шексіздік ұмтылған кезде мынаны қайтадан өзін жазып қояйын. Енді шек деген ұғым ол мынаны, яғни мына x-тің мәнін, мына x-тардың орнына әкеп ұмтылып жатқан мәнді x-тардың орнына қойып шық деген сөз. Онда мынау шексіздік бөлінген шексіздік шығып қалады. Онда біз анықталмағандық деп оны ықшамдаймыз. Барлығын үлкен дәрежесіне бөліп тастаңыздар. Не болмаса мына көбейткішке жіктелетін болса, көбейткішке жіктеп қысқартсақ болады. Мына жерде көбейткішке үстіндегі жіктелмейді, дискриминант нөлден кіші болып қалады екен. Сондықтан біз не істейміз? Так, x квадратқа бөліп тастаймыз. Ең дұрысы мынаның алдына үлкен дәрежесінің алдына коэффициентіне қарайсаңыздар да болады. X квадратқа бөліп шығайық. Шек x шексіздік ұмтылған кезде мынаның ең дәрежесі үлкені x квадрат, барлығын x квадратқа бөліп шығам. Енді еске сақтап аласыздар. Сан бөлінген шексіздік бізде ол шек ұғымында, мына екеуі қысқарып кетеді, 2 қалады, мына екеуі қысқарады да 3 бөлінген x қалады. 3 бөлінген шексіздік деген сөз 0-ге тең, 2 бөлінген шексіздік 0-ге тең. Мынау x пен x квадрат қысқарып кетеді, 5 бөлінген x қалады. Орнына әкеп шекті қоятын болсаңыздар, 5 бөлінген үлкен санға бөлетін болсаңыздар, ол барынша 0-ге ұмтылады. Мынау да 0-ге ұмтылады. Сонда сіздерде 2 бөлінген 1 қалды. Ол деп отқандарыңыз 2-ге тең болады. Жауап бізде А жауабы болады екен. Мынау кездейсоқ шаманың заңдылығы берілген математикалық күтім дегеніміз mx формуласын жазып қойсаңыздар болады. x1-ді p1-ге көбейтесіздер, x2-ні p2-ге көбейтесіздер. Мынаны мынаған көбейтеміз, яғни 0 көбейтілген 0,2 қосылған 1 көбейтілген 0,4 қосылған 2 көбейтілген 0,3, 3-ті 0,108-ге көбейтеміз. Қосамыз 2-ні 4-ті 0,102-ге көбейтеміз. Осыны есептеп, жауабын комментарийға жазып қойыңыздар. 5-ші есептің жауабы деп. Мынаны есептеңіздер дейін логарифмнің қасиеттерін еске түсіреміз. Логарифм 3 негіздегі 27 деп отқандарымыз 3-ның -3 дәрежесі.
Логарифм қасиеті бойынша мынау алдына түсіп кетеді. Сонда сіздерде -3 логарифм 3 негіздегі 3. Мына екеуі бір-бірімен жойылып кетеді де жауабы бізде В жауабы дұрыс болады екен. Мынау анықталмаған интегралды есептеңіз дейді. Енді дәреженің келтіріп алсаңыздар болады. Мынау 3х минус 2-нің 2-ден 1 дәрежесі үстіне шығатын болса -2-ден 1, сосын x-тің n дәрежесімен шығарсаңыздар болады. Немесе. Мен мынаны 2-ге көбейтіп жіберейін. Туындыға кері ұғым ғой, онда үстіне де 2-ні көбейтемін. Енді интегралдың қасиеті бойынша 2-ні алдына шығарып жіберсеңіздер, сонда не қалады бізде? Интеграл 1 бөлінген 2 түбір астында 3х минус 2 да? 3х минус 2 dx. Интеграл деген туындыға қарсы ұғым. Мынау сіздерде түбір астында x-тің туындысы еді. Онда сіздерде 2 көбейтілген 3х минус 2. Сосын k-дан 1-ге көбейтеміз дейді. Немесе мынаның туындысына бөліп тастайық. 3х минус 2-нің туындысына күрделі функция болғандықтан. 3х минус 2-нің туындысы ол сіздерде 3-ге тең болды. Соған бөліп тастаймыз. Плюс c. Сонда бізде жауабы c жауабы болады екен, да? Сегізінші есепке қараймыз. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Бірінші, мынау тұрған мән бізде 0-ден артық болу керек анықталу болса. Сосын 3-тен 1 ол 0 мен 1-дің арасында жатқандықтан бізде таңбаны ауыстырып аламыз. Кіші деп аламыз. Мынау үлкен еді, бізде кіші болады. Өйткені 3-тен 1 негізі бізде 0 мен 1-дің арасында жатқан болғандықтан таңбаны ауыстырамыз. Егер де 1-ден үлкен сан болатын болса, онда таңбаны ауыстырмайсыздар. Енді мына теңсіздіктерді шешу үшін біз екеуін де 0-ге теңестіріп алып түбірлерін табамыз. Мен x-ті жақшаны сыртына шығарып жіберейін. X минус 2 тең болады 0 деп жаза берейін. Мынау x квадрат минус 2x минус 3. Тең болады 0 дейін. Квадрат теңсіздік шығарғанда алдымен 0-ге теңестіріп, сосын интервалдар түбірін тауып, интервалдарға белгілеп, қиылысқан жерін аламыз. Мен жерде 2-ге тең болады екен. В теоремасы бойынша көбейткен кезде минус 3-ге тең болу керек. Қосқан кезде плюс 2-ге тең болу керек. Онда мынаның алдына таңбаны минусты қоясыздар. Осы екеуін екі интервалға белгілейміз. Екеуінің қиылысқан жерін жауап ретінде аламыз. 0, мына жерде 2, плюс минус плюс таңбасы бізге керегі плюс жағы. Мынау аралық керек. Өйткені артық 0-ден деп тұр. Бірінші теңсіздік. Екінші теңсіздікке қараймыз. Минус 1. Боялмайды екеуі. Сосын плюс 3. Таңба тағы да плюс минус плюс. Не үшін плюс минус плюс? Мына x квадраттың алдындағы таңбаға қараңыздар. Болды. Сосын таңбасын алмасып отырады. Плюс минус плюс деп. Қайталанбайды таңба бізде кіші 0-ден деп тұр. Онда біз минус жағын аламыз. Минус жағын жауап ретінде аламыз. Екеуінің де боялып тұрған жері ол минус 1-ден 0-ге дейін біргеді. 0-ден 3-ге дейін. 2 екен ғой, мына жерде 2-ден 3-ге дейін. 2-ден 3-ге дейін деген жауабы дұрыс болады екен. Минус 1-ден 0-ге дейін, 2-ден 3-ге дейін. Ол бізде В жауабы дұрыс болады екен. Туындысының және мынадағы мәнін табыңыз дейді. Мен басқа түспен жазайын. Мынадан туынды алатын болсаңыздар тең болады. Алдына 3-і түсіп кетеді. 15 көбейтіліп x-тің квадраты 1 дәреже азайтып тастаймыз. 3-тің өзі қалады. Енді осы туындыға минус 3-ті әкеп орнына қоямыз. 15 көбейтілген минус 3-тің квадраты минус 3. Енді есептеп жауабын комментарийға 9-шы есептің жауабы деп жазып қойыңыздар. Осы график функциясы көрсетілген қайсысынікі екенін табыңыздар дейді. Егер де мынау 0 мен 1-ден өтіп өспелі болатын болса, онда мына жердегі негіздері 1-ден үлкен сан еді. Онда автоматты түрде мына жауаптар болмайды. Кеммелі болғандықтан 0 мен 1-дің арасында жатыр. Осы үшеуінің біреуі. Енді қайсысы екенін қайдан білеміз? Нақты қиылысып жатқан, мына тор көздермен қиылысып жатқан мәндерін алыңыздар. Мынаны А нүктесі дейін. А нүктесінің координаты қандай? 0,5-те 0,5. Мынау x-тің мәні, мынау y-тің мәні. Орындарына қойып тексересіздер. Y-тің мәні 0,5-ке тең. Логарифм 16-дан 1 0,5. 0,5 түбір деп ала беріңіздер. Осыдан шығады бізде. Мынау тең бола ма? Екеу бір-біріне. 16-дан 1-дің 0,5 дәрежесі деген түбір. Ол мынаған тең болу керек. Яғни 0,5-ке тең емес мына екеу. Түбірден шығаратын болсаңыздар 4-тен 1 болады. Ол 0,125. Мына екеу тең емес болып қалды. Мына жауап болмайды.
В жауабын тексереміз. В жауабында дәл сол сияқты y-тің орнына 0,5 тіркеп қоям. Логарифм 4-тен 1 0,5. 4-тен 1-дің 0,5 дәрежесі 0,5-ке тең. Сондықтан жауабы бола ма, болмай ма, соны тексеріңіздер. Енді мынау барлығында орындалады. Логарифм функция 1-ден 0 деген нүктеден өтеді. Оны тексеріп көрсеңіздер болады. С жауабы бола ма, Б жауабы бола ма? Қайсысы болады екен? Комментарийға жазып кетіңіздер. Нақты жауабы қайсысы болады екен? Қапта 1-ден 50-ге дейінгі 50-ді қоса алғанда дейді. Енді ықтималдықты сұрап тұр бұл жерде. Ықтималдық дегеніміз керекті жағдайды жалпы санына бөлеміз. Онда жалпы саны бізде 50 екен, ол бар. Қарамай алынған жетонның бір ғана 3 цифры кездесетін. Енді бір ғана керекті жағдайдың бәрін жазып алайын ықтималдықтағы. Бізде 3 кездесетін болса, бір ғана 3, 13, 23, 30, 31, 32, 33 кірмейді. Бір ғана 3 кездеседі деп тұр. Онда 34, 35, 36, 37, 38, 39, сосын 43. Енді осылар санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Онда 50-ден 13 деген жауабы дұрыс болады екен. Мынау функцияның мәндер жиынын табыңыз дейді. Енді жалпы синус 7х-тің мәндер жиыны y-тен қабылдайтын мәндері ол. -1 мен 1-дің арасы еді. Ол бізде өзгермейді. Сол аралықта жатады. Енді бізде мынаның алдындағы минусын пайда қылу үшін мен -1-ге көбейтіп жіберейін. Онда мынау +1 болып кетеді. Минус санға көбейткенде ол таңба ауысады. Минус синус 7х болады. Артық немесе тең -1-ден. Енді мынаның алдында 4 бар. Онда екі жағына бірдей 4-ті қосып жіберемін мен. 4-ті қосатын болсам 4-ке 1-ді қоссам 5. Мына жаққа 4-ті қосамыз. -1 плюс 4 ол бізде 3-ке тең болады. Сонда 3 пен 5-тің арасында жатыр екен осы функциямыз. 13-ке қараймыз. Жарысқа жүгіруден 11 спортшы қатысты. Бірінші, екінші, үшінші орын алудың неше жолы бар дейді. Бұл орналастыру. 11 спортшының үшеуін орналастырамыз. 11 факториал бөлінген 11-ден 3-ті азайтамыз. 8 факториал. 11 факториал деген ол 18-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі 9, 10, 11. Бөлеміз 8 факториалға. Мұны екеуі қысқарып кетеді. Сонда мыналардың көбейтісі нешеге тең болады? Комментарийға жазып кетеміз. Комплекс сандарды көбейтіп жақшаны ашып орындаңыздар дейді. 2 мен 3-ті көбейтеміз 6. 2 мен минус айды көбейтеміз -2 ай. Мына екеуін көбейтетін болсаңыздар +9 ай, -3 ай. Так, ай мен ай көбейтіледі. Ай квадрат ол -1-ге тең болады. Алдындағы минусын плюсқа айналдырып жібереді. Енді мынаның нақты бөлігі мен нақты бөлігі. 6 мен 3-ті қосамыз 9. Мынау екеуін бір-біріне қосып жібересіздер. Онда +7 ай деген жауабы дұрыс болады екен. 15-ші есепке қараймыз. Ең кіші 10 периодын. Синус пен косинуста дәрежесі тақ болатын болса, онда 2 пиді мынау x-тің алдындағы коэффициентіне ғана бөлесіздер. Болды. А деген коэффициентке. Онда 2 пиді 3-тен 2-ге бөлеміз. Мынау керісінше үстіне көбейтіліп шығады. Мұны екеуін қысқартатын болсаңыздар жауабы 3 пи деген жауабы дұрыс болады екен. Енді 16-ші есеп бізде шығару жолын жазуымыз керек. Мына жақшаны ашыңыздар дейді. Тең деп жазып қояйын. Қысқаша көбейту формуласымен ашамыз. А минус Б-ның квадраты. А квадрат минус 2АБ плюс Б квадрат. Сонымен ашасыздар. Сонда синус квадрат минус 2 еселенген 3 синус Х көбейтілген косинус Х плюс 9 косинус квадрат Х. Енді осыларды мен ықшамдап жазып алайын. Синус квадрат Х-ті мен косинусқа келтірем. Бір азайтылған косинус квадрат Х. Азайтылған. Мен мынаның екеуін орын алмастырып жазайыншы. Сонда қазір формулаға келеді. Мына жерге жазсам сыймайды екен да. Астына қарай жазайын мен. Тең болады. Синус квадраты бір азайтылған косинус квадрат деп жазайын. Мұны екеуінің орнын алмастырып жазсам, немесе сіздерге былай түсінікті болатын шығар. 2 еселенген синус Х көбейтілген косинус Х. 3-тің өзін жазып қояйын мен алдына. Синус 2 альфаның формуласы қандай еді бізде?
синус 2 альфаның формуласы 2 синус альфа косинус альфа еді. Мынау тура сол формулаға келіп тұр. Онда синус 2х деп жаза берсем түсінікті деп ойлаймын. Косинус х-тің өзін косинус квадраттық жазып қояйын. 9 косинус квадрат х тең болады. Тең болады. Ұқсас мүшелерді біріктіремін. Мына екеуі бір-бірімен қосылады. Сонда сіздерде қандай болады? 1 қосылған 8 косинус квадрат х азайтылған 3 синус 2х. Тең болады. Косинус квадратымен дәрежесін төмендету формуласымен жазып алайын. 8 көбейтілген формула қандай еді? Косинус квадрат х-тікі. 1 азайтылған косинус 2х болатын, да? Азайту ма еді ортасындағы таңба? Қосу ма еді? Бөлінген 2. Азайту 3 синус 2х. Тең болады. Мұны екеуін бір-бірімен қысқартып жіберетін болсаңыздар, мұны екеуін қысқартатын болсақ. Косинуста бізде плюс еді, да? Синуста минус болатын ортасындағы таңба. Мұны екеуін бір-бірімен қысқартамыз. Сонда 1 қосылған 4 көбейтілген 1 қосылған косинус 2х. Минус 3 синус 2х. Тең болады. Жақшаларды ашып жібереміз. 4 пен 1 көбейтіледі, 1-ге қосылатын болса 5 болады. Қосылған 4 косинус 2х минус 3 синус 2х. Бізден осыны сұрап тұр. Мынаған тең болатынын көрсетіңіздер. Енді формулаларды ортасына қандай формула пайдаланып жатсыздар, соның бәрін жазып отырыңыздар. Мен мынау бетке сыймағандықтан сіздерге ауызша айтып өттім. Мына өрнектің мәнін табыңыздар дейді. Негізі Б бөлімін жазған кезде ең дұрысы мына жерге шешуі деп жазып, сосын берілгенін жазып, жаңағындай, сосын тең болады деп ары қарай солай жазғандарыңыз дұрыс болады. Кейбір мұғалімдер тексерген кезде соның барлығына қарайды, соңында жауабы деп жазып қоюды ұмытпаңыздар. 0-ден пиға дейін мына берілгеннің өзін жазыңыздар. Мынау Б-ның жауабы. Мен жаңағы ашып алғанын жаза берейін. 5 қосылған, не болмаса мынау да? 4, енді бәрібір. 5 қосылған 4 косинус 2х минус 3 синус 2х. Осыдан интеграл алыңыз дейді. 5-тен интеграл алатын болсақ, 5х плюс 4 еселенген косинус 2х интеграл алатын болсаңыздар, ол синус 2х. Мына алдында к-дан бірге көбейтеміз, немесе 2х-тің туындысына бөліп тастаймыз деп жазып қойыңыздар. Азайтылған 3 синус 2х-тікі минус косинус 2х. Онда алдына таңбасы плюс болып кетеді. Бөлімінде 2х-тің туындысына бөліп тастайсыздар. 0-ден пиға дейін. Енді осыларды әкеп орындарына қойып шығуымыз керек. Бірінші пиді әкеп қойып шығам. 5-ті пиға көбейтем. Қосылған 2 еселенген синус 2-ні пиға көбейтем. 2 пи. Қосылған 2-ден 3-тің өзін жазып қоям. Косинус 2 пи. Енді бізде минус Ньютон-Лейбниц формуласында минусымен азайтып шығамыз мынаны. 5-ті 0-ге көбейтем. 0-ге тең 5 көбейтілген 0. Жазбай қойсаңыздар да болады. Қосылған синус 0-дегі мән 0-ге тең. Онда жазбай қойсақ болады. Онда косинус 0-дегі мән 1-ге тең. Онда қосылған еді, бірақ алдында минус таңбамен минус 2-ден 3 болып кетеді. Тең болады. 5 пи синус 2 пидағы мән нешеге тең бізде? Синус 360 градуста ол 0-ге тең. Мынау 0-ге тең болады. Плюс 2-ден 3. Мынау 2 пидағы мәні бізде 0-ге тең еді. Керісінше де 1-ге тең болады. Кешірім сұраймын, 1-ге тең болады. Азайтылған 2-ден 3. Онда мұны екеуі жойылады, 5 пи квадрат бірлік деп жазып қойыңыздар. Өлшем бірлігін квадрат бірлік. Жауабын осылай жазып қоясыздар. Ауданы 196 болатын тікбұрыш жер телімі қоршалған периметрдің ең кіші мәнін ескерген болсақ дейді. Аудан табу формуласы қандай еді? Естің, біз А-ны Б-ға көбейтетінбіз. Онда периметрге байланысты айтып жатыр. Бізде периметр деп отқанымыз 2 еселенген мынандай еді. Енді мен ауданның орнына қойып алайын, А-ны тауып алайын содан. А тең болады
S-ті b-ға бөлеміз. S дегеніміз 196 бөлінген b. Орнын алып кеп қояйын мен. Периметр. 2 еселенген a. A-ның орнына 196 бөлінген b-ны қойып қояйын. Қосылған b. Так, осыдан шығатыны бізде қандай? Енді мынаны жақшаларды ашайын мен. Мынаның жазбай қояйын. Мына жақшаны ашатын болсаңыздар қандай болады бізде? P тең болады 196-ны 2-ге көбейтетін болсаңыздар. Так, 12, 18, 19, 392 бөлінген b қосылған 2b. Енді бізде ең үлкен, ең кіші мән дегеніміз не еді ол? Ол бізде туындыға қатысты тақырып еді. Онда мынадан туынды аламыз. Мынадан туынды алатын болсаңыздар, 1 бөлінген b-ның туындысын алатын болсаңыздар қандай еді? 1 бөлінген x-ің туындысы минус 392-ның өзінің коэффициенті ретінде жазылып, b-ның квадрат қосылған 2b-дан туынды алатын болсаңыздар 2. Так, осыны нөлге теңестіреміз. Мынаны келесі жаққа өткізсем, сонда қандай болады бізде? 2 тең болады 392-ні b квадратқа бөліп тастаймын. Мынаған көбейтіледі. 2b квадрат тең болады 392-ге. Онда b квадратын 392-ні 2-ге бөлетін болсам 196. Онда b-ның мәні бізде плюс минус нешеге тең болады екен? Так, түбірасын алатын болсаңыздар 14. Онда жауабын жазып қоясыздар. B-ның мәні 14-ке тең болған кезде, осы телімнің ауданы, енді жауабын b тең болады, плюс 14-ні аламыз, минус 14 ол сіздерде қабырғасына тең бола алмайды. Так, x-ның тарату кезіндегі x кез келген шама бойынша математикалық күтім 3,6-ға тең болса дейді. Так, бізде ықтималдық қасиеті бар еді. Мыналардың барлығының қосындысы нешеге тең болатын еді? 1-ге тең болатын. Бірінші соны жазып алайық та. 0,15 қосылған a қосылған 0,35 қосылған b тең болу керек 1-ге. Бұл ықтималдықтың қасиеті еді. Қосындысы 1-ге тең болу керек. Енді математикалық күтім дегеніміз, mx дегеніміз, мынаны мынаған көбейтеміз. Бағана тура осында есеп болды. 2-ні көбейтеміз 0,115-ге, қосамыз 3-ті a-ға көбейтеміз 3a, плюс 4-ті көбейтеміз 0,135-ге, қосамыз 5-ті көбейтеміз b-ға. Тең болады нешеге? 3,6-ға. Енді біз ықшамдап алуымыз керек. Ұқсас мүшелерді біріктіріп, мұны екеуін қосатын болсаңыздар, осыдан шығатыны, так, 0,5, a қосылған b тең болады. 1-ден 0,5-ті азайтатын болсаңыздар, 0,5-ке тең болады. Так, 3a, 5b-ның өзін жазып қояйын. 3a плюс 5b тең болады. 3,6-дан нешені азайтам мен? Так, мұны екеуін көбейтетін болсам, так, 0,3, мұны екеуін көбейтетін болсам, қазір мен көбейтіп есептеп жіберейін. Так, 1,9 бола ма? Так, 3, 4, 4 көбейтеміз 0,135, 1,4 қосамыз 0,3-ге, азайтамыз 3,6, 1,9 болады екен, да? Мына жерде 1,9. Барлық шығару жолдарын сіздер жазуларыңыз керек, балалық азайтып тастау мүмкін. Енді мынаны мен қосу азайту тәсілімен шартына 3-ге көбейтіп жіберейін. 3a қосылған 3b тең болады 1,5-ге. Мынау екінші теңдеудің өзін жазып қоям. Екіншісінен біріншісін азайта салайын. 3a-дан екеу жойылып кетеді. 5b-дан 3b-ні азайтатын болсақ, бізде 2b қалады. 1,9-дан 1,5-ті азайтсақ 1,4. 0,4, кешірім сұраймын. Так, онда b-ның мәні 0,2-ге тең болады екен. a-ның мәнін таба аламыз. a тең болады. Мынадан азайтып тастайсыздар b-ның мәнін. Сонда нешеге тең болады? Комментарийға жауабын жазып қойыңыздар. Мынау функция берілген. Осы функцияның экстремум нүктелерінің координаталарын табыңыздар дейді. Экстремум нүктелері деп отқандарыңыз, мынаның туындысын табамыз бірінші. Y' табамыз, мынадан туынды тең болады деп жазыңыздар, шешуі деп. Тең болады, туынды тапсаңыздар қандай болады? 3x квадрат минус 12x минус 15. Енді осыны не істеймін? 0-ге теңестіріп жіберемін. Туындыны 0-ге теңестіремін, экстремум нүктелер шығады. Барлығын 3-ге бөліп тастайын.
Онда x квадрат минус 4x минус 5 тең болады нөлге. x1 мен x2 онда экстремум нүктелері. Бізде экстремумдарын табу, максимум минимум тап деп тұрған жоқ, жай ғана экстремумдарын табыңыздар деп тұр, нүктелерін ғана. Онда 5 пен 1 плюс 4 болу керек, онда таңбаны мына жерге қоямын. Егер де экстремумдарын дейтін болса, онда максимум минимум. Енді таба салайық. Кейде солай сұрап қалуы мүмкін да. Минус 1, мына жерде 5. Плюс, минус, плюс. Бізге, так, өсіп келе жатып кемейтін нүкте максимум нүкте, кеміп баратып өсетін нүкте ол минимум. X максимум минус 1, минимум 5 деп жазып қоясыздар. Не болмаса керек емес, ол бізге мынау экстремум нүктелерін ғана сұрап тұр, мына екеуін сұрап тұр. Б-сын қарастырамыз. Өсу аралықтары дейді. Енді өсу аралықтары деп отқанда жаңа түбірлерін тауып алдыңыздар. Осы туындыны артық немесе тең 0 деп шешетін болсаңыздар, өсу аралықтар шығады. Біз жаңа туындыны тапқанбыз. 3x квадрат минус 12x минус 15 артық немесе тең 0 түбірлерін таптық. x1 мен x2-ні. Ол 5 пен минус 1 болды. Мынау жаңағы өсіп келе жатып. Енді өсу аралықтарын жазып қояйын мен. Так, 5 мына жерде қандай? Так, керісінше мен не істеп жатырмын? Минус 1-ден 5-ке дейін. Плюс, минус, плюс. Да, минус шексіздіктен, мынау кем аралықта, минус шексіздіктен минус 1-ге дейін. Ол өседі. 1-ге 5-тен плюс шексіздікке дейін. Мынау өсу аралықтары деп жазып қоясыздар. 20-шы есепке қараймыз. Енді бірінші анықталу облысын тауып аламыз. 5 азайтылған 4x 0-ден артық болу керек. Тағы да 0 мен 1-дің арасында жатқан сан, сондықтан таңбасы ауысады. 4-тен 1-дің минус 2 дәрежесі. Осы жүйені шығарамыз. Келесі жаққа өткізіп салсаңыздар болады. Немесе минус 4x артық минус 5-тен дейін. Минус 4x. Тағы мынау 16. 16-дан 5-ті азайтамыз. Сонда минус санға бөлгенде таңба ауысады. Осы жерден шатаспаймыз. 5 бөлінген 4. 1/4-тен 1. Мына жерде де минус санға бөлік таңба ауысады. 11-ді 4-ке бөлеміз. Алдында минус таңбасы бар. Енді осыларды екеуін екінші интервалға белгілеп, 4-тен 5-тен кіші сандар. Сосын минус неше мынау? Мынау 1/4-тен 1 деп жаза салайын. 1/4-тен 1. Мынау минус 2/4-тен 3. Осыдан үлкен сандар. Енді екеуінің де боялып жатқан жерін сіздер жауап ретінде аласыздар. 1/4-тен 1-ге дейін мынау тік жақша болады. Функциясы берілген, анықталу облысын табыңыздар дейді. Асын қарастырамыз. Анықталу облысы деген түбірдің астындағы тұрған мән функцияның. Ол 0-ден артық болу керек. Яғни теріс сан болмау керек. 0-ден артық немесе тең 0. Түбір астында 2-ні келесі жаққа өткіземіз. 2-ге бөліп тастайсыздар, сонда түбір астында 2 бөлінген 2. Осыны бірлік шеңберге салып, қойсыңыз бізде бірінші ширек пен төртінші ширекте ол оң ет таңбалары. Бізге керегі мынау аралық. Пи бөлінген 4 және де минус пи бөлінген 4. Онда жауабын жазып қойсыздар. Жауабы минус пи бөлінген 4-тен пи бөлінген 4-ке дейін болады екен. Екеуі де тік жақша. Б-сына қараймыз. Мына функцияның туындысын табыңыздар дейді. Онда функциядан туынды алатын болсақ, күрделі функция бұл. 2 косинус бірінші дәрежесінен туынды аламыз. Түбір астында x-дің туындысы 1 бөлінген 2 түбір астында x еді. Мынаның өзін қайта жазам. 1 бөлінген 2 түбір астында x еді. Так, сосын ішіндегі функциядан туынды аламын. Мына ішіндегі туындыны алатын болсаңыздар, x-і түседі бізде. Косинустан туынды алатын болсақ, бізде минус синус еді. Минус синус x түбір астында 2-ден туынды алатын болсаңыздар, бәрібір 0-ге тең болады. Онда мынау 2 мен 2 қысқарып кетеді. Бізде жауабы минус синус x бөлінген, мынаның өзін жазып қоямыз. Жауап осы болады екен туындысы функцияның. Мынау сызықтармен шектелген фигура берілген, абсцисса осінің бойымен айналдырған шыққан фигураның көлемін табыңыздар дейді. Көлем табу формуласын еске түсіреміз. Бізде көлем табу формула қандай еді бізде? Пи
адан б-ға дейін, сосын функцияны квадраттайтынбыз, да? Енді мынаның парабола қандай болады екен? Примерно елестетіп алайық. Төбесін тауып алайық бірінші. Минус b бөлінген 2a, m-нің мәні. Енді ол сызбасын салып, енді негізі маңызды емес. Сіздер елестетіңіздер. Так, мынау минус 4 бөлінген 2 көбейтілген минус 1. Ол минус 2, 2. m-нің мәні. n-нің мәнін табамыз, төбесінің координатасын тауып жатырмыз. 2-ні қоятын болсаңыздар, минус 4 плюс 8. Онда 4. 2-де 4 деген нүктеде. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Онда парабола мынандай екен. Параболаның тармағы төмен қараған парабола бізде. Қиылысу нүктесін тауып алайық. Y-тарды теңестіреміз. Минус x квадрат плюс 4x тең болады 0-ге. Минус x жақшаның сыртына шығарып жіберейін. X азайтылған 4 тең болады 0. X тең болады 1 түбірі 0-ге тең. Екінші түбірі бізде 4-ке тең болады. Онда мынау 0-де 0 деген және де мынандай парабола болады екен. Тармағы төмен қараған. Осыны айналдырғанда пайда болған фигура дейік. Онда сіздерде мынандай шығады ол бізде. Осындай бір фигура шығады. Осының көлемін табуымыз керек. Онда біз пи көбейтілген 0-ден 4-ке дейін функцияны квадраттаймыз. Минус x квадрат плюс 4x. Осыны квадраттаймыз. Сосын интегралды есептейміз. Пиді жақшаның сыртына жазып қояйын. Мынаны алдымен жақшаны ашып алайық. Қысқаша көбейту формуласымен минус x квадрат бізде x-тің 4 дәрежесі болады. Плюс минус та бізде 2 еселенген, яғни 8x-тің кубы плюс 16x квадрат dx. Енді осының интегралын табамыз. X-тің 4 дәрежесін интеграл табатын болсаңыздар, 1 дәреже қосамыз, соған бөліп тастаймыз. Мынаған 1 дәреже қосамыз, соған бөліп тастаймыз. Плюс 16x-тің кубы бөлінген 3. Енді мен 0 мен 4-ті қойып шығуым керек. Мұны екеуі қысқарады. Алдымен 4-ті қойып шығам. 4-тің 5 дәрежесі бөлінген 5. Азайтылған 2. 4-тің 4 дәрежесі қосылған 16-ны неше көбейтем? 4-тің 3 дәрежесі бөлінген 3-ке көбейтем. 0-ді қойсаңыздар бәрібір 0-ге тең. Мынаның сыртында пиі бар. Тең болады. Енді мынаны есептейсіздер де жауабына куб бірлік деп жазасыздар. Комментарийға қалдырамыз 22-ші есептің жауабы деп. Теңдеулер жүйесін шешіңдер дейді. Енді мынаған жаңа айнымалы енгізу тәсілін енді қолданбай қойсаңыздар да болады, бірақ солай дұрысырақ болады, да? Көзге жақсы көрінеді. Б деп алайық 2y-ті. Онда а қосылған b тең болады 6-ға, 3a азайтылған b тең болады 10-ға. Қосу азайту тәсілімен шығарайық. Екеуін қосып жіберетін болсаңыздар, 4a тең болады 16-ға. Онда a-ның мәні бізде 4-ке тең екен. Енді b-ның мәні тауып аламыз. B-ның мәні 6-дан a-ны азайтып таста деген сөз, яғни 6-дан 4-ті азайтамыз, ол 2-ке тең болады. Бізде енді 2x деп отқанымыз ол a-ға тең еді, 4-ке тең еді. 2x-іміз ол 2-нің 2 дәрежесіне, сонда x тең болады 2-ке екен. Бірінші түбірін таптық. Екінші y-тің мәнін тауып аламыз. 2y тең болады 2-ге, 1 дәреже бар деген соң, y-іміз 1-ге тең болады. Жауабы деп ерінбей жазасыздар. X-тің мәні 2-ге тең, y-тің мәні 1-ге тең болады екен. Материалдық нүкте мынау бойынша қозғалады. Мұндағы t уақыт, t уақытымен бастапқы орнынан ауытқуы дейді. Жылдамдық теңдеуін жазып, оның уақыттағы мәнін табыңыздар. Енді арақашықтықтан туындалатын болсаңыздар, бізде жылдамдық шығатын. Мұнда мынадан туындаламыз. Т-ның кубы қосылған 3t-дан туындаламыз. 3 қалады екен. Енді осыған әкеп нені қойып шығамыз? 3-тің мәнін қойып шығамыз. 3-ті қоятын болсаңыздар, 3-тің 3 квадрат дәрежесі қосылған 3. Есептейсіздер, жауабына 24-ші есептің жауабы деп жазамыз. Үдеу деп отқанымыз, ол жылдамдықтан туындаласыздар. Жылдамдық тауып алғанымыз 3t квадрат плюс 3. Осыдан туындалатын болсаңыздар, бізде 6t болады. Енді орнына нешені қоямыз? 5 секунд уақыт өткен кезде дейді. Орнына 5-ті қойып шығамыз. 5-ті 6-ны 5-ке көбейте саласыздар. 30 метр секунд квадрат. Жауабын жазып қоясыздар. Жалпы осы
Сіздерге емтиханға сәттілік. Белсенді болыңыздар. Лайк басамыз, комментарийға берілген есептердің жауаптарын жазамыз. Сұраған есептер